Walk, жаяу жүру. Бұл дұрыс етістік, regular verb. Every morning I walk to school with my friends. Әр таңда мен мектепке досыммен жаяу барамын. Run, жүгіру. Run, ran, run. Бұл бұрыс етістік, irregular verb. The children run fast in the park. Балалар саябақта тез жүгіреді. Jump, секіру. Бұл дұрыс етістік, regular verb. We jump over the rope during the break. Біз үзіліс кезінде арқаннан секіреміз. Play, ойнау. Дұрыс етістік, regular verb. After school I play soccer with my brother. Мектептен кейін мен ағаммен футбол ойнаймын. Sleep, ұйықтау. Sleep, slept, slept. I sleep at 9 p.m. every night. Before I sleep, I read a book for 10 minutes. Мен әр түні сағат 9-да ұйықтаймын. Ұйықтардың алдында 10 минут кітап оқимын. Read, кітап оқу. Read, read, read. At the library, I read books about animals. Кітапханада мен жануарлар туралы кітап оқимын. Write, жазу. Write, wrote, written. In class, I write sentences in my notebook. Today, I wrote a story about my weekends. Сыныпта мен дәптеріме сөйлемдер жазамын. Бүгін мен демалыс күнім туралы әңгіме жаздым. Talk, сөйлесу. I talk to my grandmother on the phone every Sunday. Әр жексенбі күні мен әжеме хабарласып сөйлесемін. Listen. During the lesson, I listen carefully to the teacher. She explains how to solve math problems. Сабақ уақытында мен мұғалімді мұқият тыңдаймын. Ол қалай математика есептерін шешу керек екенін түсіндіреді. Speak, сөйлеу. Speak, spoke, spoken. I speak English with my friends at school. We try to speak in English all day to practice. Мен мектепте досыммен ағылшынша сөйлесемін. Біз екеуміз күні бойы тәжірибе жасау үшін ағылшынша сөйлеуге тырысамыз. Біз алдыңғы сабақта 10 етістік үйрендік. Бүгін 10 етістік үйрендік. Жалпы 20 етістік білеміз. Қазір бүгінгі сабақты бір қайталап жіберейік. Walk, run, jump, play, sleep, read, write, talk, listen, speak. Бұл етістіктерді сіздер естеріңізде сақтадыңыздар деген ойдамын, және де күнде сөйлем құрап үйреніңіздер. Күнде осы етістіктерді қолданып сөйлеңіздер. Сонда ғана сіздер ағылшынша үйреніп кетесіздер. Thank you. Goodbye.